Сәлеметсіңдер ме балалар? Қайырлы күн. Күндей жарқырап, айдай арайлап, жұлдыздай жайнап, судай таза көңілмен бүгінгі информатика сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы файлдар мен бумалар. Балалар, компьютерде қандай жұмыстарды істей аласыңдар? Компьютерге мәтін мен суреттерді сақтауға болады ма? Ендеше бүгінгі сабақта файл, бума және таңбаша сөздермен танысамыз. Файлды сақтауды, буманы құруды үйренетін боламыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері бума, папка, folder, файл, файл, ашу, открыть, open. Балалар, компьютерде ақпарат қалай сақталады? Адам ақпаратты миына сақтайтын болса, компьютердегі ақпарат есте сақтау құрылғысында сақталады екен. Ақпаратты қай программада сақтаймыз? Стандартты программалардың ішінде мәтіндік редактордың ішінде блокнот бар. Блокнот мәтінмен жұмыс жасауға арналған ең қарапайым программа екен. Блокнот программасын қандай да бір ақпаратты, мысал, телефон номерін, мекен жайды және тағы басқа мәліметтерді жазып сақтау үшін қолданылады екен. Оны іске асыру үшін іске қосу, яғни пуск батырмасын басып, барлық программалар, все программы, одан кейін стандарты деген яшыққа кіріп, блокнот командасын орындайды екенбіз. Балалар, ал сақталған құжат қалай аталады? Компьютер программасында сақталған құжат файл деп аталады екен. Сонымен балалар, файл дегеніміз ақпаратты компьютердің жадында сақтайтын атауы бар құжат. Файлдың атауы екі бөліктен тұрады екен. Біріншісі файлдың атауы, екіншісі файлдың кеңейтілімі. Ал балалар, бума дегеніміз не? Бума дегеніміз, мысалға кітапханада, оқу кабинеттерінде құжаттар бумаларға сақталса, сол сияқты компьютердегі файлдарды жинақтап, бумаға салып қоюға болады екен. Бума файлдар мен басқа да бумаларды белгілі тәртіппен сақтайтын орын. Балалар, буманы қалай құрамыз? Буманы құру үшін жұмыс үстелінде, дискіде немесе басқа да буманың ішінде таңдап алған орынға тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Одан кейін жанама мәзір арқылы бума құру, яғни создать папку командасын орындаймыз. Келесіде буманың атауын жазамыз. Одан кейін Enter батырмасын басады екенбіз. Таңбаша дегеніміз не? Ол қалай бейнеленеді? Таңбашаның бумадан айырмашылығы оның сол жақ төменгі бұрышында кішкене бағыттаушысы болады. Таңбашаны өшірсек те, негізгі файл жойылмайды екен балалар. Таңбаша бағдарламаларды іске қосу немесе файлды ашу қасиеті бар нысанның таңбасы. Файлдарға сілтеме түрінде беріледі екен. Балалар, енді білгенге маржан айдары. Сендер білесіңдер ме? Файлдың атауы 255 символдан аспауы керек. Файл атауында тік жақша сұрақ белгісі, қос нүкте, жақшалар символдарын пайдалануға болмайды екен. Міне қызық, файл деген сөзді тек компьютермен жұмыс барысында ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Файл деп қағаз құжаттарды сақтауға арналған пластик, мөлдір пакеттерді де атайды екенбіз. Енді балалар, осы ақпараттар бойынша білімімізді бекітейік. Жауап беріңдер. Файл дегеніміз не? Файлдың атауы неше бөліктен тұрады? Бума дегеніміз не? Таңбаша дегеніміз не? Енді себебін анықтап, тапсырмаларды орындап көрейік. Балалар, компьютердегі файлдарды не себепті сақтап қою керек? Неліктен файлдарды бумаларға жинақтап орналастырып қоямыз? Келесі тапсырма. Талдап салыстырыңдар. Компьютердегі бумалар мен қарапайым бумаларды салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын дәптерлеріңе жазыңдар. Жарайсыңдар балалар. Келесіде компьютерде жұмыс орындаймыз. Дискідегі тапсырманы орында. Келесі тапсырма, жұмыс үстелінде менің отбасым деген атаумен бума құр. Буманың ішіне бума құрып тексеріп көр. Келесіде балалар,
Сабағымыз аяқталып қалды. Үй тапсырмасы. Компьютердің жұмыс үстелінде ретсіз орналасқан файлдарды қалай жинақтап құруға болады? Қалай жинақталған тиімді болады деп ойлайсыңдар? Осы жөнінде үй тапсырмасы ретінде дәптерлеріңе жазып келесіңдер. Осымен сабағымыз аяқталып қалды. Енді бір айналым сөйлеу стратегиясы арқылы рефлексия жүргізейік. Бүгінгі сабақтан не білдім, не үйрендім? Осы сұрақтар бойынша жауап беріп көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ қызықты әрі тартысты болды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.